Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. 4-ші тарау қиял мен шындық деп аталады. Оқушылар, біз өткен сабақта фантаст жазушы Жүніс Сахиевтің Айдағы жасырын бақ атты шығармасымен таныстық, тапсырмалар орындадық, мазмұнын меңгердік. Енді бүгін біз Жүніс Сахиевтің Дабыл атты тағы да бір фантастикалық әңгімесінің мазмұнымен танысамыз, тақырыбы және идеясын анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер мыналарды меңгересіңдер. Тірек сөздер арқылы шығарма мазмұнымен танысу, көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сөз маржан айдары бойынша жаңа сөздермен танысайық. Жазба ескерткіштер. Жазба тіл қалыптасқанға дейінгі хатқа түскен, жазылған, басылған тарихи жазба мұралар. Архун Енисей талас жазбалары жатады. Туркология түркі халықтарының тарихы мен әдебиетін, тілі мен мәдениетін зерттейтін кешенді ғылымдардың бірі. Расытхана, обсерватория, астрономиялық құбылыстарды бақылау мен зерттеуге арналған орын. Тірек сөздер. Ғарыш, ғылым, ғалым, тастағы жазулар, күнгейліктер, қазақ алфавиті, тарих, ай планетасы, талас жазуы, әуе кемесі, таңба, ауыл, үңгір, қаратас және ирек таңбалар. Балалар, біз сөз маржан айдарындағы жаңа сөздерді және тірек сөздермен таныса отырып, дабыл шығармасының қандай мазмұнда екенін аңғарған болатынбыз. Пролог. Ғарыштан келіп, жер атмосферасына іліккен созылыңқы тамшы пішінді үлкен тас таң сәрідегі шырт ұйқыда жатқан ауыл үстінен ысқыра ағып өтіп, тау аңғарын жанай ұшып, жолындағыны күйіндіріп, сыдырып, барып қара жерге жантая қадалды. Балалар, бұл дабыл шығармасының прологы болып табылады. Пролог дегеніміз не? Есімізге түсіріп көрейік. Пролог дегеніміз шығармадағы оқиғаның мәнін ұғыну үшін, оқырманға түсінікті болу үшін берілетін шығарманың кіріспе бөлімі. Балалар, дабыл фантастикалық әңгімесі бірнеше тақырыптан тұрады. Бүгін біз туған жер, көне түркі жазулары, ғарыштан түскен ғажайып тас деген тақырыптар бойынша мазмұнын меңгеретін боламыз. Дабыл фантастикалық әңгімесінің мазмұнымен таныс болыңыздар. Қазаққа белгілі турколог, ғылым докторы жасаған өзінің жазғы демалысын өткізу үшін ауылға келіп, бауырларымен Ақтауға серуенге шығады. Балалық шағын есіне түсіріп, тау бөктеріндегі табиғатқа тамсана қарап, терең ойға шомып келеді. Демалыс аймағына келіп, бауырларымен бірге шай іше отырып, өзінің мамандығы туралы сөз қозғайды. Туркология ғылымының оңай еместігін, талас жазуының зерттеп келе жатқандығын, жалпы түрік мәдениетіне ортақ мұралар тілінің қазақ тілінде қаншалықты сақталғандығын анықтайтындығы туралы және қазақ алфавитін шығаруды мақсат ететіндігі туралы айтып өтеді. Шай ішіп болғаннан кейін тау беткейінде орналасқан үңгірді көріп қайтпақшы болады. Барлығы үңгірге бет алып, жақын қалған кезде үңгірдің сол қапталынан үлкен қаратасты байқап қалады. Қаратас қандай да бір жалынның ыстығынан күйіп қарайып кеткен еді. Жердің тасына ұқсамайды,
бұл не деген тас, қайдан келді деген сұрақ бәрінің ойын шарпып өтеді. Кенет жасаған қолындағы фото-видеокамерасын алып, тасты бірнеше рет сылдыратып суретке түсіреді. Кенет жазудағы таңбаны байқайды. Ғажап, талас жазуы. Жасаған жазуды оқуға тез әрекет жасайды. Жазуды оқып болғаннан кейін қасындағы бауырларына аудармасын былай баяндап береді. Жұлдызаралық жолымыздағы 9 ғаламшардан құралған осы бір жұлдыз жүйесіндегі көгілдір кезбешар назарымызды айрықша аударды. Оның өзіміз аялдаған жалғыз табиғи серігінен мұқият бақылау жүргізгенімізде тіршілік иелері адамдармен қатар олардың тасқа ойып жазған жазуларын да кездестірдік. Ол жазулар арқылы талас дейтін өзен бойын мекен еткен халықтың тарихын білдік. Енді біз тағы бір келгенімізше олар жоғары мәдениет дәрежесіне жетеді. Сонда біз олармен осы тілде сөйлейтін боламыз. Ал оған дейін олар осы серікке ұшып келе қалса, бұл ескерткішімізді оқып, біздің осында келгенімізді біледі. Бұл тасты сол мақсатта қалдырып отырмыз. Күнгей ғаламшарының ғарышкерлері. Осыдан кейін жасаған шұғыл түрде Астанаға хабарласады. Мән-жайды бастығына бейнетелефон арқылы түсіндіреді. Бұл жаңалықты естіген бастығы жарты сағат көлемінде жүк тасымалдаушы әуе кемесін жіберетіндігін айтады. Содан шұғыл түрде бұл тасты зерттеуге көшеді. Жасағанның бауырлары Төленің ойында бұл қайдан келген тас деген сұрақ маза бермейді. Осы сәтте жасағанның өзі хабарласып, бұл тастың айдан келгендігін былай түсіндіріп айтады. Күнгей ғаламшарының тұрғындары ай бетіне орнатып кеткен бұл тастың жанына қиыр ғарыштан келген үлкен аспан тасы құлаған. Ол гүрс етіп, ай топырағын опыра ойып жіберген кезде таңба жазуы бар тас қиыршық шаң тозаңмен бірге ғарышқа қарай серпілген. Содан ұшу жолы жерге келіп, құлаған тау аңғарына сай шыққан. Бұлай қарағанда біреу әдейі бізге көріңдер, оқыңдар жазуды деп әкеліп қоя салғандай. Мұндай сәйкестік болады екен-ау. Ғажабақ. Ал енді олардың жүзін көретін күн туар ма екен? Кім білсін. Жұлдызаралық сапар күнгейліктерге түк демес сияқты. Бірде болмаса, бірде келер деп жасаған трубканы қоя салды.